Mayakovskiy atındагы орта мектебинин 10А сыныбынын кыздары бурунда кыз чалышын кабыл алды. Биз бул челленджди мектептин калган кыздарына жолдойбуз. Калган күлкүсүнүн кулак салган өзүмдү сенсиз сезенемин. Жұлдыздайын аспаннан құлап қалған, қайтайықшы бірге серуен құрып, жасырмай сыр айтайықшы, құстай ұшып бірге бұлттар қуып, сермеп қана байқайықшы бірге. Ерте кезде ата-бабаларымыз қыз баланы қорғап, періштедей аялаган, кішкентайынан әдептілік пен ибалыққа тәрбиелеген. Қыз баланың қасиетін биіктетіп, сұлулықтың бастауына көтеруіне жол ашқан. Оған бір мысал, өне бойындағы еркелігі мен бұязылығы қатар ұстасқан, қос бұрымы арқасында тулаған жібек қыз бен баян сұлу. Қазақ халқының дүниетанымында бұрым сұлулықтың белгісі, қыз келіншектердің ары мен абыройы. Әрбір қыз баласын белінен төгілген бұрымы мен ақылына қарап бағалаған. Білектей арқасында өрген бұрым, шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырын. Камшат бүрік, ақ тамақ, қара қасты, сұлу қыздың көрпең мұндай түрін деп, ұла абай атамыз жырлағандай. Нәзік жандылардың қаруы сұлулығының көрінісі, иығынан төгілген қолан шашы, талай жыраулардың жырына, ақынның өлеңіне арқау болғаны сөзсіз. Таудың көркі тас, қыздың көркі шаш демекші, бұрымды қазақ қыздары біздің білім ортамызда да аз емес. Мектебіміздің барлық қыздарына айтар кеңесіміз, бұрымдарыңызды өріп, сұлу да сымбатты болып жүріңіздер. Және мектеп формасының талаптарын дұрыс орындап, білімді де ізденімпаз шәкірт атаныңыздар.